16-да 10 есебі. Z санына түйіндес комплекс санды тауып, оның модулін есептеу керек. Біріншісінде бізде комплекс сан 2 плюс түбірастында 2 минус 3 айға тең. Бұл комплекс санға түйіндес сан табатын болсақ, ол 2 плюс түбірастында 2 плюс 3 айға тең болады. Осы соңғы комплекс санның, соңғы табылған комплекс санның модулін табамыз. Нақты бөлігі 2 плюс түбірастында 2, соның квадраты, қосылған жорамал бөлігі 3, соның квадраты. Тең. Қысқаша көбейту формуласын қолданып, мына жақшаны ашатын болсақ, 4 плюс 2 еселенген екеуінің көбейтіндісі 4 түбірастында 2, плюс түбірастында 2-ның квадраты 2, плюс 3-дің квадраты 9. Бұдан 4, 2, 9, үшеуінің қосындысы 15 болады. Қосылған 4 түбірастында 2, плюс 4 түбірастында 2. Бұл бірінші есептің жауабы. Екінші комплекстан бізде минус 4 плюс түбірастында 5 алынған, яғни минус 2 түбірастында 5 ай болып тұр. Мынау нақты бөлігі, мынау жорамал бөлігі. Бұған сәйкес келетін түйіндес комплекстан, яғни бұның түйіндесі бізде минус 4 плюс түбірастында 5-ің өз жазылады. Минус 2 түбірастында 5-ің орнына плюс 2 түбірастында 5 ай дейміз. Осы түйіндес комплекстанның модулін есептеу үшін нақты бөлігінің, яғни минус 4 плюс түбірастында 5-ің квадратын қосамыз. Жорамал бөлігі 2 түбірастында 5-ің квадратына, және осы қосындыдан квадрат түбір табамыз. Қысқаша көбейту формуласы бойынша 16 минус 8 түбірастында 5 плюс түбірастында 5-ің квадраты 5 болады. Плюс 2 түбірастында 5-ің квадраты 4 көбейтілген 5 болады. Тең 16, 5, мына жерден 20 шығады. 16, 5, 20 үшеуінің қосындысы 41-ге тең. Минус 8 түбірастында 5-ің өзі жазылады. Осының бәрі түбірдің астында, квадрат түбірдің астында. Келесі үшінші есеп. Бірден түйіндесін тауып көрейік комплекс санның. Түйіндес сан жазайық. Минус 2 бөлінген 3, минус ай түбірастында 3 болады. Бұл комплекс санның модулі түбірастында минус 3-тен 2-ның квадраты 4 бөлінген 9, плюс түбірастында 3-дің квадраты 3. Ортақ бөлімге келтіру үшін 3-ті 9-ға көбейтіп 9-ға бөлеміз. 4 қосылған 27, 31 болады. Бөлшектің алымын түбірастында 31 деп қалдырамыз. 9-дан, яғни бөлшектің бөлімінен квадрат түбір шығарсақ 3-ке тең болады. Келесі төртінші есеп. Төртінші есепте бірден түйіндес сан жазамыз. Минус түбірастында 2. Мынау минус бөлшек түрінде берілген жорамал санның орнына плюс 3 минус түбірастында 2 бөлінген 2 ай деп жазамыз. Осы санның модулін табу үшін біз минус түбірастында 2-ның квадратын аламыз, ол 2-ге тең, плюс 3 минус түбірастында 2-ның квадраты, минус түбірастында 2 бөлінген 2-ның квадратын жазамыз. Есептейік. 2 плюс бөлшектің бөлімінің квадраты 4 болады. Алымының квадратын қысқаша көбейту формуласы бойынша 9 минус 6 түбірастында 2 плюс 2 деп жаза аламыз. Тең. Бірден 2-ні 4-ке көбейтіп
4-ке бөліп, ортақ бөлімге келтіріп жазайық. Сонда бөлшектің алымы 8, қосылған 9, қосылған 2, ол 19 болады. Минус 6 түбірастында 2. Бөлшектің алымынан түбірді 19 минус 6 түбірастында 2 деп қалдыруымызға болады. Бөлшектің алымы. Бөлшектің бөліміндегі 4-тің түбірі бізде 2-ге тең болады. Осымен 16-та 13 есеп аяқталды.